Ғарыштық жарыс немесе орысша космическая гонка 1959-1975 жылдар аралығындағы кеңес үкіметі мен ақш арасында болған бәсекелестік. Бұл уақыт аралықтарында бір-бірінен асып түсу үшін бұл екі мемлекет түрлі эксперименттер мен өнертабыстардың себепкері болды. Мысалға алатын болсақ, компьютер, интернет сынды күнделікті қолданып жүрген нәрселер мен технологиялар. Бірақ ең маңыздысы дәл осы уақыт аралығында ғарышты бағындыру басталды. Бұл оқиғаларды тағы да суық соғыс деп атайды. Сәлем достар, бұл Скаврон арнасы және 2018 жылдың ең алғашқы видеосын ақш пен кеңес үкіметі арасында болған осы бір маңызды оқиғасымен бастағанды жөн көрдік. Ал сіз видеомызға лайк қоя отырыңыз. Ғарыштық жарыстың басталу шегі екінші дүниежүзілік соғыстағы неміс өнертапқыштарының әскери ракеталары болатын. Жетілдіру нәтижесінде кеңес үкіметі 1957 жылы ең алғашқы жердің жасанды серігін жіберді. Бұл Спутник 1 болатын. Неміс өнертапқыштары Вернер фон Браун арқасында өте күшті нәтижелер көрсете бастады. 1943 жылдан бастап Фау-2 сериясымен өз ракеталарын шығара бастады. Бұл нәтижелер немістердің мықты тегеурінін көрсетті. Алайда соғыстан жеңілгеннен кейін кеңес үкіметінің қолына түскен бұл олжалар кеңестердің ғарыш дәуірінің бастауына сеп болды. Көптеген немістер тұтқынға алынды. Вернер фон Браунды ақш үкіметі алып кетіп, олар да өз ракеталық қуаттарын дамыта бастады. Ракеталық және спутниктік технологиялар екі жақ үшінде пропаганда жасаудың ең маңызды тұстары болды. Айлы жарыс басталмастан бұрын ақш үкіметі ғарышқа иелік ету үшін Лунекс және Хоризонт жобаларын құрастырып қойған болатын. 1957 жылы ұшырылған Спутник 1 ақш үкіметі үшін күтпеген соққы болды. Іле-шала жауап ретінде американдықтар Explorer 1-ді 4 айдан кейін ұшырды. Айта кететіні, ең алғашқы ұшырылған спутниктер, мысалға алғанда Спутник 1 көптеген ғылыми жаңалықтар ашты. Ол жер атмосферасының тығыздығын есептеді. Ал Explorer болса, жердегі радиациялық белдеуді анықтады. 1961 жылы адам ұшырылғаннан соң ғарышқа ақш өте көп спутниктерін жібере бастады. Мысалға Seacom 2, бір жыл өткеннен кейін Seacom 3, одан тағы бір жыл өткеннен кейін Intelsat 1 спутниктері. 1951 жылы Капустин Яр полигонында алғаш рет Тезик және Цыганатиттер көкке көтерілген болатын. 110 км биіктікке дейін ұшып, жерге аман-сау қайта оралған. Ғарыштық жарыста да жануарларды қолдану кең етек ала бастады. Мысалға айтатын болсақ, 1957 жылы Спутник 2 кемесімен жіберілген Лайка атты ит. Ол ғарышқа көтерілген ең бірінші жануар болды. Жерге қайта ұшыру жоспарланбағандықтан Лайка кемесінде ғарыш кеңістігінде өлді. Бірақ 1960 жылы жіберілген Белка және Стрелка атты иттер ғарыштан жерге аман-сау жетті. Ал 1961 жылы ақш ғалымдары орбитаға Хэм атты шимпанзені ұшырып көрді және жерге аман-сау жетті. 1968 жылы Зонд 5 пен Орта Азиялық 2 тасбақа айға ұшырылып көрген болатын. Осы ғарыштық жарыстың ең бір есте қаларлық сәттерінің бірі айлы жарыс болатын. Кеңес үкіметі ең алғаш 1959 жылдары Луна 1, Луна 2 кемелерін жібергенімен айға ең бірінші адамды ақш жіберді. Бұл Нил Армстронг бастаған экипаж болатын. Бірнеше кескіндер түсіріп, ақш туын ай қыртысына қадағаннан соң жерге аман есен жетті. Тіпті әлемде осы бір оқиғаны тікелей эфирден көрсетілген болатын. 500 миллионға жуық адам тамашалаған екен. Осы туралы біздің арнамыздағы видеолардан көре аласыздар. Сілтемесін төменге қалдырамын. Ғарыштық жарыста өте көп оқиғалар болды, бірақ оның бәрін айта берсек, видеоны бітіре алмаспыз. Ал ғарыштық жарыс қашан аяқталып деген сұраққа кейбір ғалымдар ақш ғарышкерлерінің ай бетіне қонған кезі деп есептесе, кейбірі ақш пен кеңес одағының бірігіп жасаған Союз Аполлон миссиясы деп есептейді. 1975 жылы болған бұл миссияда кеңестік және американдық ғарышкерлер бір-бірінің ғарыш кемелеріне тамашалауларына мүмкіндік алды. Сонымен видеомыз соңына жетті. Лайкқа тұрарлық видео болса әрине лайк басып кетіңіз және Скавронның ВК әлеуметтік желісіндегі парақшасына тіркелуді ұмытпаңыз.